Сәлеметсіңдер ме балалар? Еңбекке баулу пәні бойынша техника қауіпсіздігін ескеріп жұмыс жасау керекпіз. Қайшымен, желіммен және қағазбен жұмыс істеудің қауіпсіздік ережелерін атап өтейін. Қайшымен, желіммен және қағазбен жұмыс істеудің қауіпсіздік ережелері. Қайшының ұшын жоғары қаратып ұстама. Қайшыны ашылған күйінде қалдырма. Қайшыны біреуге ұсынғанда, жабық күйінде ұстайтын жағымен бер. Желіммен жұмыс істегенде, қылқаламды пайдалан. Желімнің жұмысқа қажетті мөлшерін ғана ал. Желімнің аузын ашық қалдырма. Қағазды үнемдеп пайдалан. Белгіні қағаздың түрлі түсті жағына емес, екінші бетіне сал. Пайдаланылған қағаз немесе қатырғы қағаз қалдығын лақтырып тастама. Қағаз қалдығын бір жерге жинап қой, сабақтың соңында қоқыс жәшігіне сал. Техника қауіпсіздігін есіңде сақта.